сыпырам. Тима жаным, қалақты ұмытып кетіпсің. Сұлу, неге бүгін бәрі бір түрлі болып жүргенін білмейсің бе? Лала, бүгін қонаққа бота келеді. Оны жақсылап күтіп алу үшін кішігірім жоспар құрдым. Кішігірім? Әрине, кел көрсетейін. Бота 12-де келеді. 12:10-да үйімізді көрсетем. 15 минутта оны отбасымызбен таныстырам. Сосын Тима үшеуміз 1 сағат тығылмақ ойнаймыз. Сосын 45 минут сенімен бірге отырып сурет саламыз. Мен не істеп тұрмын? Ең соңында қазір анам пісіріп жатқан бәлішті жеп шай ішеміз. Қонаққа бару осылай мінсіз аяқталады. Егжей-тегжейлі жоспар құрудың қажеті не? Енді ботаны қонаққа шақырған кезде ол маған бір хикая айтып берді. Сол кезде Томи мені қонаққа шақырды. Бірақ ол жолы маған онша ұнамады. Жай ғана Томидің бөлмесінде отырдық. Қатты зергіп кеттік. Айтпақшы, содан кейін араласпай кеттік. Сондықтан бәрі мінсіз өтуі тиіс. Осылайша достығымыз сыналмақ. Бота келді. Есік ашайын. Сәлем, Сұлу, қонаққа шақырғаның үшін. Уақыт жоқ, кет. Мама мен Тима қонақ бөлмесін жинап болғанша саған өз бөлмемді көрсетейін. Саған бөлмен кең екен. Немене? Мүмкін емес. Не? Тіпті үстел де бар екен. Я, сирек кездесетін зат қой. Айтпақшы, Бота, ауа райы қалай екен? Күн тамаша болып тұр. Жақсы, еркін әңгіме айтылды. Енді тізім бойынша ыңғайсыздықтан арылу үшін су ұсыну керек. Сұлу, өтетін нәрсе бар ма? Тима, сендер үшмен тәге ғана танысуларың керек. Бұл кім? Мен Тимамын. Танысқан ма? Сен Сұлудың інісісің бе? Сенің шашың неге жасыл? Шүберек неге жасыл? 100-ге дейін санай аласың ба? Әліппедегі барлық әріптерді білесің бе? Сүйікті әрбің қандай, Тима? Маған ең қатты ұнайтыны Тима екеуміз дос болып кетеміз. Жоқ, Тима үшеуміз әлі 27 минут ойнауымыз керек болған. Неттен керемет иіс. Анам бәлішті пештен уақытылы шығаруды ұмытып кеткенде осындай иіс шығады. Мам, Сұлудың мамасы? Кешіріңдер қыздар, Тимамен алысып жүріп бәлішті ұмытып кетіппін. Ол бірдеңеден қатты қорқып, бір қасық тосап бермегенімше қоймай жылады. Уайымдамаңдар, қазір сендерге жаңға қосылған піспенан пісіріп берем. Сізге көмектессек бола ма? Әрине. Тоқтаңдар. Піспенан пісірсек, Бота Лаламен әңгімелесе алмай қалады. Лала ренжитін болды. Уайымдама жаным, жұмыла жасасақ әп-сәтте бітіреміз. Қане, көңілді болады ғой. Жарайды. Міне, дайын. Алақай, тамаша. Динозаврлар жайлы кездейсоқ әңгімені алып тастасам да үлгеріп жатырмыз. Енді шай ішсек болады. Бота, дәм татсаңшы. Рахмет, жемеймін. Жаңғаққа аллергиям бар. Немене? Неге айтпадың? Жай, жаңғақпен ойнағым келді. Жоқ, енді қайтсем. Уайымдамаңдар қыздар. Менде әрдайым тосап дайын тұрады. Мам, мына тәттіден тағы бар ма? Тима? Тима? Ай! Ой. Лала, сен де осында екенсің ғой. Көргеніме қуаныштымын. Тоқтаңдар, тұра тұрыңдар. Ол аспақ ойнауға әлі ерте. Мама, ол қашан кетеді? Әлі кетпеймін. Сұлу? Сұлу, тыныштық па? Бота? Кешірші мені. Мен бұлай болғанын қаламап едім. Кешірші, өтінем, менімен араласпай қоймашы. Не? Ай. Бота. Неге араласпай кетеді деп ойладың? Сен менің жан құрбымсың ғой, Сұлу. Тек Лалаға айтып қойма. Томимен араласпай қойдың ғой. Томи? Жоқ, ол басқа қалаға көшіп кеткендіктен араласпай кеттік. Солай істеуге мәжбүр болдым. Себебі менде смартфон жоқ. Тіпті бүгін болған жағдайда да ма? Бүгін тамаша күн болды. Үйіңді көрдім. Отбасыңмен таныстым. Лала және Тимамен ойнадым. Тіпті піспенан пісіруді де үйрендім. Қонаққа шақырғаның үшін рахмет.
Сәлем балалар. Бүгін маған алма бәлішін берді. Сөйтіп мен қонағымызды қуантайын дедім. Айтпақшы, қонағымыз қайда? Папа, танысып қой, бұл Бота. Танысқаныма қуаныштымын, Сұлудың папасы. Ол қайтып келді. Менің үшінші жан досым болғың келе ме? Қыздар, қылқалам мен қағаз бере тұрыңдаршы. 1 секунд. Оны қайтесің? Бүгін бірінші сабақ болады. Қажетті нәрсенің бәрін алдым. Бір жүк көлік, бір әліппе, бір жуынатын жөке, сосын бір ажыратылмалы кілт. Ажыратылмалы кілт? Керемет, Тима. Оқу деген тамаша ғой. Қаншама жаңа нәрсе үйренесің. Сурет салу үйірмемді жақсы көрем. Кейде 3 сағат бойы сурет саламыз. Қанша? Өте көп сағат сияқты естіледі екен. Лала, Тиманы қорқытпа. Біздің жылдам оқу сабағымызда керісінше бәрі өте тез. Мұғалім сіріңке жағады. Ол жаны бітпегенше кітаптың бір бетін оқып аяқтауымыз керек. Бір бетін бе? Тима, қорықпа. Саған ұнайды. Жаңа дос табасың. Бастысы олардың арасында сотқар балалар болмаса болды. Сотқар балалар? Тима, балақай, қазір шығамыз, қайдасың? Мен жоқпын. Қыздар, Тиманы көрмедіңдер ме? Жаным, Анашым, ешқайда бармай-ақ қойсақ бола ма? балам, не болды? Санауды үйренгің келіп жүреді ғой. Соншалықты қиын болатын айтқан жоқсың. Мама, шамам жетпейді ғой. Қыздар, Ештеңе естіген жоқпын. Әдейі. Тима, қиындықтарға қарамастан бізге сабақ оқыған ұнайды деп айтқымыз келген. Бәрін өзің түсінесің. Бір рет барып көрші. менде бір ой бар. Қане, мектеп ойнайық. Тима, сабақ деген мүлде қорқынышты емес. Қазір көресің. Папа, сен де ойнайсың ба? Иә, қазір. Жұмысымды аяқтап тастайын. Ал Или апай сабақты бастай берсін. Ол кім? Мамамыздың аты сондай. Рахмет, Сұлу. Сонымен бірінші тапсырма. Үстелде қандай заттар тұрғанын кім айтып бергісі келеді? Или апай, мен айтсам бола ма? Тима, Мамама барғым келеді. жаным, мен мамаңмын ғой. Бұл жай ойын. Сұлу, Алдымызда жүк көлік, текше, динозавр және ойыншық телефон бар. сонымен барлығы неше зат болды? 4. Тамаша. Ал енді қолыма мұқият қараңдар. Ей! Лала, мен бәрін көріп тұрмын. Олай істеме. Анашым, бұл өмір мектебі ғой. Тимамен бірге сотқар бала оқыса ше. Онда ол сотқар баламен сабақтан кейін сөйлесем. Сонымен бәрің дайынсыңдар ма? Тима, папасы? Иә, дайынмын. Сұлу, әлі ерте қызым. Сонымен, енді үстелде неше ойыншық болды? Лала, Сабақ қашан бітеді? аз қалды. Тағы біреу жауап бергісі келетін шығар? Папасы? Сұлу, Жеті. Үстелде 7 ойыншықтар. ақылдым сол. Тағы бір тапсырма орындап көреміз бе? Қалай ойлайсың? Не істеуіміз керек? Білмейм, бәлкім жылдамдығымызды тексеретін шығар. Компьютерді кім бірінші жеп алса, сол жеңімі. Бастысы кәмпиттерді жемеңдер. Олар әлі керек болады. Екінші тапсырма. Парталарында неше кәмпит бар? Тима, Білмеймін. бәлкім папаларың көмектесер. Иә, тамаша бағыт. Папам сабақ үстінде телефонмен сөйлесіп отыр. Сұлу, Су іштем, бола ма? Рахмет. Тима, жаным, бар үміт сенде. Үстеліңде неше кәмпит бар? Жетеу ме? Солай ма? Мұнда 3 кәмпит пе? Бәрекелді. Жарайсың, Тима. Бірақ енді ойыңды жинақтау керек, жаным. Мен тағы 2 кәмпит қосам. Енді қаншау болды? Не үйреткенімізді есіне түсір. Біз оған ештеңе үйреткен жоқпыз ғой. Бесеу ме? Дұрыс жауап бердің. Тима, жарайсың. Үстеліңде тура 5 кәмпит бар. Енді кәмпиттерді жей берсең болады. Сабақ үшін бәріңе рахмет. Тамаша жұмыс істедіңдер. Әсіресе папамыз. Ау, Тима, сабаққа кеттік пе?
Иә, қазір арқа қабымды алып алайын. 5 секунд. Жұмысымды бітірдім. Қай жерден тоқтадық? Телефонымды көрмедіңдер ме? Кеше түн ортасына дейін отырдым. Жиналысқа дайындаламын деп. Ал енді оятқышты естімей ұйықтап қалыппын. Айтпақшы, сағат неше болды? Жаным, негізі бүгін... Сұмдық-ай, бақ арқылы шығып кетейін. Бірақ жаным, бүгін демалыс қой. Демалыс? Мүмкін емес. Есіңнен шығып кеткен бе? Тыныштық па, жаным? Әрине, неге сұрадың? Жұмысқа ұйықтайтын киіммен кете жаздадың ғой. Оған қоса менің сөмкемді алып кеттің. Бір кісіге демалыс керек сияқты. Дұрыс айтасыңдар. Соңғы кезде жұмыс басты болып кеттім. Демалуды ұмытып қалған сияқтымын. Біз саған көмектесеміз. Уайымдама, мам. Саған қалай демалуды үйретеміз. Иә, бізге сенім артсаң болады. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Алдымен киім ауыстырып алғаның абзал. Ла-ла-ла. Меніңше, бақта жұмыс істесең ғана шындап рахаттанасың. Ең сүйікті ісім бұталарды кесу. Жапырақтарын бірте-бірте кесіп, мінсіз пішінге жақындай түсесің. Бірақ бұл сырт көзге көрінгендей оңай шаруа емес. Сондықтан гүлзарға су құюдан бастасақ болады. Мен тырысып көрсем бола ма? Иә, әрине. Бірақ бұл істе ең маңыздысы шыдамдылық. Бірден сен ойлағандай шықпаса қамықпа. Осылай ма? Жапырақтарын бірте-бірте кесеміз. Дұрыс айтыпсың, қиын екен. Мен қыздар не істеп жатқанын көріп келейін. Сөйтіп 18-ші ғасырда Лондон қаласында алғашқы пазл пайда болды. Ал енді ережесіне көшейік. Ең алдымен төрт бұрышын тауып алу керек. Біріншісін таптым, тағы үшеуі қалды. Сұлу, мамама пазл құрастыру қызық емес деп ойламайсың ба? Немене? Бұл өте қызық қой. Ой, ештеңе етпейді. Басынан бастаймыз. Эй! Менің кезегім. Лала, қашан пазл құрастырамыз? Мен жеңген кезде. Тең түстік пе? Қайта ойнайық. Мен Бұл жеңгенше. ойынды ойнағым келмейді. Шаршап кеттім. Су ішесіңдер ме? 9-ақ рет ойнадық қой. Пазлды бір ретте жинаған жоқпыз. Онда қорапқа салып жинап тастайық. Немене? Қалай босаңсызам екен? Мама! Ойлап таптым. Тима? Таптым. Сен не істеп? Мама, саған не істеу керек екенін ойлап таптым. Шын ба? Не істеймін? Бақта отырып, сен демалу үшін не істеу керек екенін ойландым. Бірақ бір орында отырсам, ойлана алмаймын. Сондықтан жүгірейін деп шештім. Сонымен жүгіріп жүрген кезімде былай ойладым. Демалу үшін саған шаршау керек. Бірақ шаршау үшін күшің бітіп әлсіреуің керек. Бірақ сен шаршамасаң, қалай әлсірейсің? Түсінесің бе? Шынымды айтсам онша түсінбедім. Жүгір, мама, жүгір. Саған жүгіру керек. Қараш, оп-оңай. Қазір көрсетем. Жүгіріп көрші, мама. Жақсы тыныштандырады. Ботақаным-ау, меніңше бұл іске аспа. Осында екенсің ғой. Қара, төрт бұрышның бәрін таптым. Тіпті шеттерін таба... Мама, мен үстелде ойнайтын ойындар таптым. Есеп жүргізсе болады. Біреу үстелде ойнайтын ойын деді ме? Дойбы ойнасақ ше. Немене? Тек дойбы емес. Мамамен бірге пазл құрастырамыз дегенсің. Мамам қызығырақ ойын ойнағысы келді. Айтпақшы, дойбымен де көп қызық ойын ойнаса болады. Жандарым, бәрі дұрыс, мен жай... Мамам жарысқысы емес, демалғысы келетінін көрмеймісің? Ойында жарыстығында болуы тиіс. Бір жолы мамаларың дойбы жарысында жеңімпаз болған білесің Себебі бе? сенің ойындарың қызық емес деп айттым ғой.
бір жолы балаларың болып жартылай жеңімпаз болған білесіңдер ме? Елестетіп көріңдерші, бұл аспалы жол шамамен 2000 метр биіктікке дейін көтеріледі. Ал біздің кабинаға тіпті 10 адамға дейін сыяды. Айтпақшы, мінез-құлық ережелері туралы айтсақ. Темірхан, фуникулердің ішінде секірме, қауіпті. Қасқырға қауіп қорқынышты емес. Мұндай сөздерді қайдан үйренесің? Дұрыс айтасың, Тема. Тура мен көріп жатқан жүрек жұтқан төбеттер сериалындағыдай. Хей, мен жүрек жұтқан төбетпін. Хей! Қыздар күлімдеңдер, суретке түсірем. Алақай, суретке түсеміз. Жаңа құлаққаппен түскен алғашқы суретім. Құлаққабың неге құлағыңды жаппай тұр? Тамаша сурет. Жоқ, тағы бір рет түсірші. Мама, қашан тамақ ішеміз? Балам, жаңа ғана тамақ іштің ғой. Уайымдама, Темірхан. Мамаң екеуміз тамақ алып алдық. Қонақ үйге орналасып алған соң тамақ ішеміз. Бөлмеде Wi-Fi жақсы ұстайды деп үміттенем. Қазірдің өзінде нашар ұстап тұр. Есесіне мына ғажап көрініске қараңдаршы. Аталарың мен апаларыңа жіберейін. Пап, телефоныңды алсам бола ма? Жоқ. Мынандай биіктіктен сырғанау қауіпсіз екеніне сенімдісіңдер ме? Уайымдамап, Кетай. Басқа нәрсемен айналыссақ та болады. Мысалы, аққала жасауға болады, немесе талғар шыңына шықсақ болады. Қарда періште жасасақ болады. Маралдың іздерін іздеуге болады. Какао ішсек болады. Қаратсақ болады. Қаратсақ болады. Мен де солай дедім ғой. Ой, кешір Бота. Құлаққап тағып алған соң сені естімей отырмын. Бірақ Шынымды айтсам, мен сендермен бір ойнанағым келеді. Оның аты өмір. Бұл ойында кез келген адам болуға болады. Ең басты мақсат өмірді кейін өкінбестей етіп сүру. Себебі уақыт зырғып өтеді, ал оны бос өкініштерге жұмсауға болмайды. Мама, оны көрсете аласың ба? Әрине, жаным. Бірақ ол сөмкенің түп жағында жатыр. Темірхан, секірме дедім ғой. Тұра тұрыңдар. Ақыры келдік-ау. Тегін Wi-Fi. Алия, тоқта, алдымен тапсырыс беру керек. Алақай, тамақ! Сосын ғана ішеміз, тамақты үйде жейміз. Мен какао алам, маған шай. Мен Эрл Грей ішем. Қызық күн болды. Көрдің бе, Алия? Офлайнда да жақсы уақыт өткізуге болады. Интернет қосылды. Менің құлаққабым қайда? Менікін де ала келші. Али әпке, ойынды ұмытып кетпе. Қазір бастаймыз. Осы қазіргі жастар түсінбеймін. Жаным, уайымдамашы, бірақ... Тамақ салған сөмкені ұмытып кеттік пе? Қай жерде? Уайымдама, жаным, бір амалын табамыз. Балалар, біз көп ұзамай келеміз. Аля, балаларға бас көз бол. Түс пен наннан басқа ештеңе жоқ па? Менде шырын бар. Кетемізге білсек болады. Тоқтаңдар. Мама, папа, кетіп барасыңдар ма? Тез келеміз, кешкі асқа үлгереміз. Уайымдама, Дима. Біз көп ұзамай келеміз, сосын бәріміз бірге тамақ ішеміз. Біз қайтып келгенше ешқайда шықпаңдар. Бірдеңе болса қоңырау шалыңдар. Я, жақсы. Wi-Fi-дің паролін де біліп беріңізші. Менің сериалым жүктелмей жатыр. Телефонын үйде ұмытып кеткен жақсы. Тоқта, менің телефоным қайда? Ой, бұл... Міне, мен аяқтадым. Лала, сен бірінші жүресің. Лала? Тима, жасыл фишкамен ойнағың келе ме? Жоқ, рахмет. Дәретханаға бара жатырмын. Енді кімнің екі телефоны бар, табыңдаршы? Али әпке! Мама мен папам қайда? Олар тамақ алып келуге кетті. Есік те ашылмай қалды. Немене? Енді осында қамалып қалдық. Немене? Тыныш, ешкім қамалған жоқ. Әке-шешелерің көп ұзамай қайтып келеді. Ал әзірше ойнай тұрайық. Мен президентпін. Онда мен
полицеймін. Ал мен детективпін. Жарайды, онда мен супермодель? Біреудің бұл өмірде жолы болатын сияқты. Бұл қалай болғаны? Лала, сен жүре алмайсың. Тоқтатып қою картасын алдың ғой. Қатарынан 3-ші рет, әлі қанша отырам? Ого, мен жыл адамы сыйлығын алдым. Құттықтаймын әлі әпке. Бұл өмірде сіз жеңімпаз болдыңыз. Тағы бір рет ойнаймыз ба? Немене? Мен бір ретте жүрмедім ғой. Уайымдама, Лала. Келесіде сәті түсер. Сәті түсер? Мені тоқтатып қойған сен ғой. А? Бұл не? Бұл электр қуатының үзілісі деп аталады. Мұндай жағдай... Тоқтаңдар! Сұлу қайда? Немене? Қайтадан ба? Ой, кешіріңдер, ұлғайтқышымды түсіріп алдым. Сендерде мұндай жағдай жиі болады, иә? Айтпақшы, Тима қайда? Дәретханаға кеткен. 40 минут бұрын. Тима, бәрі жақсы ма? Асқазаны тамақ құртпай қалған шығар. Ендеше, сонша піспенан жеп алды. Тима, аш. Бұл есікте ашылмай қалған шығар. Тима, қашып кетті ме? Сендердің ойларыңша ол... Болды, қайдағы жоқты айтпаңдар. Тиманың терезеден шығып кетуі мүмкін емес. Ол тым тар ғой. Қарасаңдаршы, тіпті басым да сыймайды. Ол терезеден қашып кетті! Уайымдама, Лала! Басса, сабыр сақтау керек! Уайымдап тұрған жоқпын. Тиманың үйден кетіп қалуы мүмкін емес. Бір жерде тығылып ұйықтап қалған шығар. Әрине, сол баяғы Тима ғой. Тоқташы, ол неге қашып кетті? Мұның бәрі Лаланың кесірінен. Немене? Жағдай бұлай болды. Сау болыңыздар, Сұлудың ата-анасы. Сау бол, Бота. Сынық есікпен папам мен мамам енді қашан келеді? Ешқашан. Немене? Есік ашылмай қалды. Енді олар кіре алмай. Біз осында қамалып қалдық. Мәңгілікке. Бәрі басқаша болды. Тиманы қорқытпадың демексің бе? Әрине жоқ. Жағдай бұлай болды. Сынық есікпен папам мен мамам енді қашан келеді? Ешқашан. Немене? Ешқашан. Олар сені ешқашан тастамайды. Бірер минуттан кейін қайтып келеді. Себебі сені қатты жақсы көреді. Лала, рахмет, сен әлемдегі ең керемет әпкесің. Лала, мүмкін сен менің де әпкем болғың келер? Не? Ей, жетер! Лала, Тима үйде болса терезе неге ашық тұр? Және бұл не іздер? Жай ғана бөлмені желдеткен ғой. Ал іздер оның іздері емес. Жоқ, бұл сөзсіз Тиманың іздері. Бірақ ол терезеге қарай емес, терезеден бері жүрген. Не? Бұл не деген сөз? Меніңше, жағдай бұлай болған. Лала, расымен Тиманы қорқытты делік. Қорқытқан жоқпын. Ол ата-анасы үшін алаңдап, оларды өзі іздеп табуға бел буды. Бірақ сыртта мұншалықты суық болады деп ойламаған еді. Солайша, іздер пайда болды. Ол іздер... Бұл Тиманың рюкзагы ма? Сонша не күткен? Ішінде не бар екен? Құлаққап. Ей, мұның ішінде құлаққап қайдан жүр? Мынау жамылғы ма? Шайналған түтікше ме? Қашуға дайындалған сияқты. Немене? Мына заттарға қарап не ойлағанын түсінуге болады. Бастапқыда Тима рюкзагын алды. Содан соң жастықты өзіне жылы болу үшін тартып алды. Бұл қалай болғаны? Лаланың құлаққаптарымен бірге. Қайқы кілт ретінде шырының түтікшесін пайдаланбақ болған. Ең соңында азық-түлік алған. Рюкзагы осында болса, Тиманың өзі қайда? Бәлкім Лала бізді шатастырғысы келетін шығар. Жарықты кім өшірді? Дұрыс, жарық. Тима қараңғыдан қорқады. Сондықтан жарық сөніп қалғанда Тима тығылуы мүмкін жалғыз жер. Иә, дұрыс. Иә, Тима, зәремізді ұшырдың ғой? Тима? Не? Қараңдар, күрткесі де жоқ. Қалай жоқ? Тима? Мүмкін емес. Тима? Демек, Тима қашып кетіпті. Тима шық. Бірақ ақылға қонбайды ғой. Болды, мен Тиманы іздеуге кеттім. Қыздар, есікті сындырам. Ай,
Алтай? Әлия, вандализм жайлы сөйлескеніміз есіңде ме? Сәлем жандарым, біз тамақ алып келдік. Сондай-ақ есікті жөндедік. Сендерде бәрі жақсы ма? Алтай, өтінем кешірші, мені бұлай болғанын қаламадым, бас көз бола алмадым. Тима, қашып кетті. Қашып кетті? Оны соңғы рет қай жерден көрдің? Мен білмеймін. Маған мына пішінайды берген кезде шығар. Пішінай? Саған өзінің пішінайын берді ме? Я, онда тұрған не бар? Демек, ол басқа пішінай жеген. Жүрек жалғайтын нәрселер қайда тұр еді? Мама, папа, қайтып келсіңдер ғой. Тима, осында екенсің ғой. Балам, бәріміздің зәремізді ұшырдың. Үйден жалғыз шығу өте қауіпті. Әсіресе ересектерге ескертпесең. Кешір, мама, енді олай істемеймін. Енді бізді бұлай қорқытушы болма, Тима. Ұқтың ба? Қорқытпаймын, өте берем. Бір жерде ұйықтап жатыр дедің ғой. Дұрыс айтасың, Лала. Тиманы жақсы білемін деп ойлап едім, бірақ жазбаларымды жаңарту керек сияқты. Құпия сөзді сұрадыңдар ма? Wi-Fi-дың құпия сөзі жоқ екен. Бәрі жақсы болса, енді тамақ жеп алайық. Кімнің қарны ашты? Кешіріңдер. Сондай қызық. Табиғат ғажайыпқа толы. Әлде біреу бәрін бүге-шүгесіне дейін ойластырып қойғандай. Бұл үйлесімді ештеңе бұза алмайды. Тима, не істеп жатырсың? Ақша жинап жатырмын. Қайдағы ақша? Бұл түрі жапырақтар ғой. Лала дүкенде жапырақ қана қабылдайды деді. Қай дүкенде? Лала гүлдің дүкенінде. Немене? Мәссаған! Лала, сөреңді әдемі жасап қойыпсың. Рахмет, Сұлу. Дүкен ашуға ұзақ уақыт дайындалдым. Енді қолда бар тауарларының бәрін ұсынуға дайынмын. Керемет! Бұл менің шаш қыстырғышым ба? Өзімнің жүк көлігімді сатып алайын деп ем. Бағасы 100 ақша. Алыңыз, мінеки. Тоқтаңдар. Тұра тұрыңдар. Бұлай ойнауға болмайды. Неге? Себебі әрбір жапырақ бүкіл ағаштың өмірінде маңызды рөл атқарады. Жапырақтардағы хлорофилдің арқасында ол айтпақшы, жапырақтарды жасыл түске бояйды. Көмір қышқыл газы мен су қоректік заттарға айналады. Бұл үдеріс фотосинтез деп аталады. Сол кезде жапырақтар жер бетінде Сонымен жүк көлікті алсам бола ма? Иә, мінеки. Қалған ақшаңыз. планетаның өкпесі деп атайды. Сұлу, ойнағың келмесе кедергі жасамашы. Бір-екі жапырақ қана ғой, түк етпей. Өтірік, мұнда жапырақтар үйіліп тұр. Көмектесе алмаймын. Өтініш, шын сатып алушыларға кедергі жасамаңыз. Өзімнің добымды сатып алсам деймін. 3 миллион бересіз. Бірақ менде соншалықты көп жапырақ жоқ. Төменгі бұтақтардың жапырақтардың бәрі таусылып қалды. Онда биігірек шық, Тима. Мен бұған жол бере алмайым. Лала, кешір. Не үшін? Ей, қайтар! Бұл қалай болғаны? Тауарларым, кассам. Мен үйге кірейін. Сау бол. Кешір, Лала, бірақ жалғыз амалы осы. Айтпақшы, Лала қайда? Мұндамын. Лала, онда не істеп отырсың? Қане, түс! Білесің бе, тауарды сатып алушы да жоқ кезде дүкен ойнау өте қиын екен. Сол үшін мен банк ойнауды ұйғардым. Немене? Түкке тұрғысыз ойынға бола, ағашты құртуға жол бермеймін. Банкте мүмкіндік әлде қайда көп. Ақша таратамын, несие беремін және тағы сондай нәрселер. Лала, басқа амалым қалмады. Сен тұтқындалдың. Мен немене? Ей! Осында отыра тұр. Мен папам мен мамамды шақырып келейін. Сұлу, қайт бері.
Әйтпесе мен Әйтпесе не істейсің? әйтпесе секіре салам. Жоқ, секірмейсің. Секірем, Лала, бұл жаман ой. секіріп барам. Қане тоқта. Тағы бір секунд. Өтірік айтасың. Менің дүкенім түкке тұрғысыз емес. Немене? Менің дүкенім түкке тұрғысыз емес. Кеше сөремді күні бойы жасадым. Дүкеніңді түкке тұрғысыз деген жоқпын. Сөрең де әдемі шыққан. Кешір, Лала, сені ренжіткім келген жоқ. Тек сені қалай тоқтатарымды білмедім. Мені тоқтатудың қажеті не? Мен жаман ештеңе істеген жоқпын. Істедің? Жоқ. Иә, сен ойыныңды бұзғаныңды қаламайсың. Өйткені ол сен үшін маңызды. Ал мен ағашты бүлдіргенді қаламаймын. Себебі ол мен үшін маңызды. Меніңше, ақша ретінде басқа нәрсені пайдаланса да болады. Мысалы не? Мысалы, тастарды. Тастарды пайдаланса да болады. Бірақ тауарларының бәрін қайтарасың. Шаш қыстырғышты да. Келістік. Сізбен істес болу керемет екен. Сондай-ақ өтем ретінде мына жерді жинауға көмектесесің. Күншіктер! Алақай! Күншіктерді көріңіздер. Жазылып, қоңырауды басыңыздар. Көріскенше!